рұқсат болса, бүгінгі тақырыпта 9 айлық есеп бойынша табиғи қорын қорғау және қалпына келтіру бөлімінің орман шаруашылық бас инженері Балтабеков Қайрат өзіміздің 9 айлық есебімізді айтып өтсек, сіздермен бөліссек. Табиғи қорын қорғау және қалпына келтіру бөлімі орман молықтыру шараларын, орман шаруашылық жұмыстарын, орман қорғау шараларымен және өртке қарсы шараларды басқарып, және сол жұмыстарды алдыға алып жүру, сол жұмыстарды жоспарлау бойынша жұмыстарды басқарады және қамтамасыз етеді. Біздің Жоңғар Алатау мемлекеттік ұлттық табиғи паркімізде өздеріңіз білетіндей 3 филиал бар. Сол 3 филиалда осы жоспарлы жұмыстар бойынша атқарылған қызметтерді сіздерге атап өтсек. Орман молықтыру шаралары бойынша 2025 жылы паркімізде 33,8 гектар аумақта 72,702 дана сиверс алма ағашының көшеттері отырғызылды. Екпе отырғызу жұмыстары жүргізілді. 33,2 гектар аумақта орман екпелерімен толықтыру жұмыстары жүргізілді. 316,9 гектар аумақта орман екпелеріне күтім жасалды. Орман шаруашылық жұмыстарына тоқталатын болсақ, 2025 жылы мемлекеттік ұлттық табиғи паркімізде 9,9 гектар аумақта кеспе ағаш алаңдарында көлемі 802 текше метр сүрек дайындау жұмыстары жүргізілген болатын. Атап айтсақ, басқа да мақсатта кесу бойынша 5,9 гектар аумақта көлемі 667 текше метр ағаш дайындалды. Оның ішінде өтімді қалдықтар тазалау бойынша 0,3 гектар аумақта тазалау жұмыстары жүргізілді. 6 текше метр ағаш шығарылды. Жаппай санитарлық кесу бойынша 5,6 гектар аумақта 661 текше метр ағаш дайындалды. Аралық мақсатта ағаш кесу бойынша күптеп баптау, кесу, сирету деген сияқты мақсатта 4 гектар аумақта 135 метр куб ағаш дайындалды. Орман қорғау шаралары паркіміз бойынша 2025 жылы 23,086 гектар аумақта орман патологиялық зерттеу жұмыстары жүргізілді. Оның нәтижесі бойынша 116,45 гектар аумақта бізде аурулар мен зиянкестердің қайта жанданғаны анықталды. Жаппай санитарлық күрес бойынша, сүрек кесу бойынша бізде сол 5,6 гектар дін шірігі жойылды. Күн күйігі механизированный у нас механикалық бізде жою шаралар жүргізілді. Күн күйігіне қарсы 0,36 гектар аумақта. Және де Сарқан орман тұқымбағында орман аурулар мен зиянкестеріне қарсы бізде 2 мәрте биологиялық өңдеу жұмыстары жүргізілді. 43,68 гектар аумақта. Оның өңдеу тиімділігі 83,87% құрады. Және де бізде ең басты шаралардың бірі өртке қарсы шаралар. Өртке қарсы парк аумағында 3 бірінші типті орман өртін сөндіру станциясы қызмет атқаруда. Ағымдағы жылда жоспар бойынша 245 шақырым біздегі минералданған жолақтарға 3 мәрте күтім жасалды. 295 шақырым өртке қарсы арналған жолдар жөнделді. 2 өртке қарсы маңызды бар көпір салынды. Өрт қаупі туралы 93 дана аншлаг орнатылды және 465 дана үнпарақ және 215 ескерту мен міндеттемелер таратылды. Барша жұмыстарды атап өттік. Бізде осы 9 айлық есеппен қорытындылай келе, біз 10 ай келіп жетті, 10 ай аяқтасақ, ағымдағы жылдағы жоспарлы жұмыстарымыз осы атап өткен шаралар бойынша өз мәресіне ақырындап жетіп қалды десек болады. Орман молықтыру шаралары, орман шаруашылық жұмыстар, орман қорғау шаралары, өртке қарсы шаралар,
және басқа да жоспарлы жұмыстар өз уақытымен, өз орнымен жоспарлы кезегімен жүргізіліп отыр. Менде 9 айлық есеп осымен аяқталды. Тамам. Сұрақтарыңыз болса, қойсаңыздар болады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Аяғынан қосылған кісілерге тағы да саламатсыздар ма? Көріп үлгере алмай қалған кісілер соны қайталап көрсеңіздер болады. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Орман шаруашылығының бас инженері. Сау болыңыздар.